Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте дәмді шығатын бейти кебаптың ең тез жасалу жолымен бөлісетін боламын. Олай болса, менімен бірге видеоны соңына дейін қарайық. Ол үшін тартылған етіміздің үстіне ұсақтап туралған немесе үккіштен өткізілген пияз, өзімізге ұнаған кез келген көкшөп түрлері мен укроп, петрушка салдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш және паприка салып, барлығын жақсылап араластырып, дайын лаваш қамырын алып, дайындап алған салмамызды ішіне салып, қолымызбен немесе осылай шанышқының көмегіменен бір келкі етіп жайып шығатын боламыз жұқалап. Тартылған етімізді пергамент қағазға орап, духовкаға жеке пісіріп алсақ та болады, немесе дәл осылай пісіріп алатын болсақ, уақыт жағынан үнемді болып, тез дайын болатын болады. Барлығын осылай бір келкі етіп жайып, рулет тәрізді етіп, барлығын орап алып, видеодағыдай етіп кесіп шығатын боламыз. Менің сәтті әрі дәмді шығатын видеоларымды, рецептілерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Барлығын осылай бір келкі етіп турап шығып, табамызға реттеп, алдын ала қызып тұрған 150-170 градустағы пешке 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Менде 25 минутта пісіп шықты. Енді алдын ала ертіп алған сармайымызды үстіне құйып, оның үстінен қызыл соус, яғни томатный соусымыздың барлығын осылай видеодағыдай етіп құйып шығамыз да, оның үстінен өзімізге ұнаған кез келген сыр түрлері жарай береді. Үккіштен өткізіп, барлығының үстінен сеуіп, тағы да 5 минутқа духовкаға пісіріп алатын боламыз. Біздің бейти кебабымыз осыменен дайын. Тапшы уақытта не жасарыңызды білмесеңіздер, дәл осылай жасасаңыздар, тез-ақ дайын болады. Өте дәмді шығады. Мен жанына гарнирге күріш салдым. Айран немесе қаймақпенен қосып жесеңіздер, өте дәмді болады. Олай болса, баршаңызға сәттілік.